Bir күні Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам бір соғыста осындай ағаштың түбінде қылышын іліп қойып, асынып қойып жатады, демалып. Сонда бір шпион келіп, пайғамбар алейхиссалату вассаламды өлтірмек болады. Қылышын алып, міне жеріне тосқан ғой. Пайғамбар көзін ашса, үстінде бір дұшпан жатыр, қылышын жерге қойып қойған пайғамбардың. Сені менен кім құтқарады деп. Кәлимаңды үйре бер деген шығар енді былайша айтқанда. Өзі соғыс, өлтіруге келген адам. Сонда пайғамбар алейхиссалату вассаламның жалпына несін айтам да? Батылдығы. Қорқу деген нәрсе жоқ. Біреу сізге тапанша кезіп, бірдеңеңді бер деп келдім әйтеуір. Үйіңізге келіп тұр да. Деп Алланың елшісі тура сондай болып тұр ғой енді. Сонда кім құтқарады сені деген кезде Алла деп айқайлап жібереді ғой. Алла құтқарады мені деп. Сонда ана кісінің қылышы дірілдеп қолынан түсіп қалады. Пайғамбар алейхиссалату вассалам ана үстіне жатқызады да қылышты ол кісінің мына жеріне тосады. Енді менен сені кім құтқарады дейді. Сосын айтады, ей Мұхаммед, жұмсақ бош дейді. Сосын айтады, кәлиманы айтшы дейді. Кәлим айт дейді. Айтпаймын дейді. Онда мен саған осындай нәрсеге уәде етем, сенен енді ешқашан жауласпауға уәде беремін дейді. Сондай шартпен пайғамбар алейхиссалату вассалам оны жібере салады, өлтірмейді. Сонда ана өзінің әскерінің қасына барып айтады ғой, житукум инда хайрин нас дейді. Мен адамдардың ең жақсының қасынан келдім деп айтқан дегенде барып. Міне. Сондықтан өзін өлтіруге келген адамды өлтірмеген.